Маусым айынан бастап Жасыл ел еңбек жасағы өз жұмыстарын бастады. Биылғы еңбек маусымына облыс бойынша 180 жауынгер, ал оның ішінде 65-ке жуық студент Дулати университетінен қатысып отыр. Жалпы бұл жасаққа 16-29 жас аралығында кез келген жас жұмысқа орналаса алады. Өткен жылы ай сайынғы айлық мөлшері 45-50 мың теңге аралығында болды. Ал осы жылы жұмысқа орналасқан жастарымыз 60 мың теңгеге жуық жалақы алады. Оның 7 мың теңгесі зейнетақы қорына аударылады. Ай сайынғы жалақылары өз уақытында банк карталарына түсіп отырады. Қазіргі таңда негізгі жұмыс уақыты 8 сағатты құрайды. Ал 16-17 жастағы жасөспірімдерімізге 7 сағаттық жұмыс уақыты бекітілген. Сонымен қатар университет тарапынан жасақ жастарына біршама жеңілдіктер қарастырылды. Атап айтқанда студенттердің жазғы оқу семестр және өндірістік оқу тәжірибелеріне өтуге жеңілдіктер беріледі. Айта кетейік, биылда жылдағы дәстүр бойынша Жамбыл облысы жастар басқармасының қолдауымен Жасыл ел еңбек жасағының ашылу салтанаты өткізілді. Жиын барысында Жамбыл облысы әкімдігі жастар саясатының мәселелері басқармасының басшысы Серікбол Берікқожа сөз алып, жастарға сәттілік тіледі. Сонымен қатар үздік жұмыс істеп, көзге көрінген студенттерімізді арнайы алғыс хаттармен марапатталатынын да ескертті. Амина Мұса, Елнұр Мұхтар, Дулати Ньюс.